Достар, ішек қарынмен манты жасаймыз. Өте дәмді болады. Ол үшін бізге ішек қарын қайнатып алу керек міндетті түрде, картоп, жуа, құйрық май және өркеш. Мен мына жерде фаршты балаларға бөлек дайындап жасадым. Ал енді картоп пен жуаны кубиктап тураймыз. Құйрық майды және өркешті кубиктап турап дайындаймыз. Ішек қарынды мясировкадан өткізіп аламыз. Мен де бірінші рет ішек қарынмен манты дайындадым. Өте дәмді, сочный, майлы болады екен. Ешқандай да жасағаныма өкінген жоқпын. Қайта үйдегілер қуанып, мәз боп жеп тауысып қойды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мен мына жерде турап дайындаған начинкамды теңдей екіге бөлдім. Себебі балаларға фарш қосып дайындадым, үлкендерге ішек қарынменен дайындадым. Енді тұз бұрышымызды салып, кішкене сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Қамырымызды алдын ала илеп дайындап қоямыз. Менде мұнда видеоға түспей қалды. Жұмыртқа қосып, тұз қосып, салқын сумен илейміз. Тестімізді теңдей 4 бөлікке бөліп, яғни мантыға жұқа етіп жайып аламыз қамырды. Барлығы видеода толығымен көрсетілген. Теңдей кубиктап 4 бұрышты етіп бөліп, ішіне начинкамызды салып, мантыны түйеміз. Түйіп дайындап алған мантымызды кесеге сұйық май құйып алып, сол майға батырып отырып, мантоваркаге орналастырамыз. Газға мантының суын қойып қоя береміз. Алдын ала қайнап дайын болып тұру үшін. Осы орайда сіздерге бір лайфхак айтайын. Мантыны дайындайтын, пісіретін суымызға тұз салып жіберіп қайнатсаңыздар, мантылар бір-біріне жабыспай, бөлек-бөлек әдемі болып піседі. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Дайын болған мантымызды 45 минут отқа пісіріп аламыз. Міне уже менің мантым дайын. Өте керемет, дәмді болды. Бір байқағаным, ішек қарынмен жасалғаны мүлде білінбейді, мүлде қарынның дәмі шықпайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Тек қуаныш, той бола берсін отбасымызда, шаңырағымызда. Ас болсын.